Армысыздар, эфирде Жасыл экономика бағдарламасы, студияда Мөлдір Доспаева. Дақылдар мен жемістердің өнімділігін жоғарылату үшін қолданылатын жасанды химикаттардан құтылудың шешімі табылған сияқты. Табиғи тыңайтқыштарды жасап шығару өндірісі өсіп, экологиялық таза өнім алудың мүмкіндіктері көбеюде. Мәселен, құнартқыш зат қарапайым ғана батпақ тұнбаларынан да жасалына алады. Табиғи сапропель батпақты жерде қалыптасады. Сулы ортада көптеген органикалық шөгінділер жиналып, бірнеше жылдар ішінде ол құнарлы элементке айналады. Оның негізінде жасалған тыңайтқыштарды кез келген топырақ түріне қолдануға болады. Әсіресе гумусы тапшы жерлер үшін өте пайдалы. Как известно, в сапропеле... Білетіндеріңізде сапропель құрамында Менделеев кестесінің көптеген элементтері кездеседі. Онда органикалық қышқылдар да жиналады. Соның негізінде біздің тыңайтқыштарымыздың пайдалылық көрсеткіштері өседі. Өсімдіктер оны жеңіл қабылдайды. Олардың өсу уақыты да жедел болады. Сапропель негізіндегі тыңайтқыштар көкөніс пен жемістердің өнімділігін 15 есеге дейін арттыра алады. Елімізде бұл шикізаттың түрі жеткілікті. Алайда оны қолданысқа енгізу сәл дамымаған. Одан бөлек таза кремнийді де өсімдік атаулының жеміс беруін ұлғайту үшін де пайдалануға болады. Оның негізіндегі биопрепарат дақылдар мен көкөністердің өнімділігін 30%-ға дейін еселейді. Использование стимулятора роста в... Өсімдіктің даму процесі барысында қосылған бұл препарат біріншіден тамырының қалыптасуына көмектеседі. Кейін жемістің өсуіне ықпал етеді. Ол гендік тұрғыда еш зиянды әсер туғызбайды. Химикаттарды қосқаннан гөрі экологиялық таза өнім алу үшін табиғаттың өз сыйын пайдаланған жөн. Энерготиімділік жобасына енді қазақстандық мектептерде тартылуда. Сыныптарда үнемді шамдар орнатылып, оның экономикалық тұрғыдан ғана емес, оқушыларға дәл сол жарықтың қалай әсер ететіндігі тексеріледі. Бағдарламаға еліміздің 2 облысынан барлығы 7 мектеп қатысуда. Басымдық ауылдық білім беру ордаларына беріліп отыр. Арнасай мектебінің 3-ші сынып оқушысы Алина үшін жарық беру тақырыбы таңсық емес. Сыныптастарымен қатар ол электроэнергиясын тиімді пайдалану мен шамдардың ерекшеліктері жөнінде жатқа біледі. Оқушылар бүтін бір қаланы жасап, оны өз қолымен жарықтандырып шықты. Тіптен көшелерге қойылған диодты шамдар жарығының жол қозғалысы қауіпсіздігіне тиімді әсер ететіндігін де біледі. Для этого приходится проводить большой предварительный. Балалардың бұл саладағы білімін жетілдіру үшін олармен көп жұмыс істейміз. Түрлі бейнероликтерді көрсетіп, оқушылармен бірігіп талдаймыз. Балалар өздігінен де қызығушылық танытып, маған ұсыныстарын айтып жатады. Осы қаланы жарықтандырғанда да біз Астанада мынадайды көрдік. Осылай істедік деп белсенділік танытып отырады. Дәл осы мектеп Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасының тиімді жарықтандыру жобасына ілікті. Оған сәйкес мектептің шамдары жаңа үнемді лампалармен алмастырылады. Санитарлық нормалар бойынша жарықтандыру 300 люксқа сәйкес болу керек. Алайда жүргізілген энергоаудит оның 5 есеге шекті төмен екендігін көрсетті. Жобаға дәрігерлер де қатысады. Олар балалардың денсаулығын қадағалап, оқушының көру қабілетін, зейінін бақылайды. Мектепке берілетін электр қуатының 70% жарықтандыруға кететіндігін ескергенде, мұндай жаңашылдық қаржылай түрде үлкен пайда әкеледі. А если мы возьмем наш Аршалынский район? Мәселен, Аршалы ауданындағы 35 мектептің барлығы осы жүйеге ауысса, біршама электроэнергиясын басқа жаққа тиімді бағыттайтын боламыз. Ол қомақты қаржыны үнемдейтін болар еді. Ал егер республика көлемінде алатын болсақ, онда энергия 1000 есе аз жұмсалады. Сондықтан бұл мәселені барлығы қолдайды деп сенемін. Бұл мектептің бірінші қабатындағы сыныптардың шамдары толық алмастырылды. Орнатылған жеке есептегіш құралдар еш өзгеріс болмаған өзге кабинеттердің көрсеткіштерімен салыстыруға мүмкіндік береді. Облыстарда бұл жүйе бойынша 7 мектеп қайта жарақталады. Әрқайсында 3 кабинеттен. Общий бюджет нашего демонстрационного проекта. Біздің жобамызға жұмсалатын бюджет көлемі 7,5 миллион теңгені құрайды. Оған Шығыс Қазақстан және Ақмола облыстарының мектептері қатысады. Бұл жоба арқылы біз балалардың білім алуына тікелей әсер ететін жарықтандыру мәселесінің дұрыс шешім тапқанын қалаймыз. Бұл жарық оқушылардың білім алуына да жақсы әсер туғызуы тиіс. Ата-аналар да түсініп, шамдарды таңдауда үнемділеріне басымдық беретін болады деп ойлаймыз.
Мектептерді люминесцентпен жарықтандыру жүйесіне қосу үшін жұмсалған қаржы 4 жылда өзін ақтап шығады дейді ұйымдастырушылар. 4 есе үнем әкелетін жобаны өзге мектептердің де қолға алуы энергоүнемділікке қол жеткізудегі бірінші қадам болмақ. Оқушылар физика пәні барысында электр қуатын тек жарықтандыруға ғана емес, басқа жағдайларда да қалай тиімді пайдалану керектігін үйренуде. Олар экосәулет жұмыстарын орындап, онда баламалы энергия көздерін пайдаланбақшы. Жел қондырғылары мен жер жылуын алатын насостар, күн панельдері. Барлығы да сабақ жұмыстарында көрініс тапқан. Оқушылар актив үй жүйесі бойынша артылған электр қуатын өзгелерге саудалауға болатынын да жақсы түсінеді. Работая по элективному курсу. Элективті курс барысында балалар бұл үйлердің сұлбасын ғана жобаламайды. Оған тоқты қалай өткізу керектігін, қандай мөлшердегі вольт энергия қажет екендігін есептейді. Ол қағаз жүзінде ғана емес, шынымен осы есептеулер бойынша үй салып шығуға болады. Олар соңғы технологияларының барлығын назарда ұстайды. Тіптен оқушыларының әрбір үйінде қазірдің өзінде энергоүнемді шамдар орнатылған. Еліміздің тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының жұмысы жеңілдетілді. Астанада ақылды қала жобасы аясында энергетикалық компаниялар қауымдастығы өңірлік даму министрлігімен бірігіп, тың бастаманы қолға алды. Биыл ортақ диспетчерлік қызмет өз жұмысын бастады. Су, электр, жылу жүйелері де осы бөлімнің құзырында. Мұндағы мамандардың айтуынша, тұрғындар назы жылу беру маусымына қарай еселенді екен. Тәулік бойы 2 ұялы, 3 қалалық, 1 жалпы нөмір бойынша қоңыраулар қабылданады. Аталған бөлім жанынан электронды порталда ашылған. Тұрғындарға жедел қызмет көрсету мақсатында диспетчерлер арнайы планшеттермен жабдықталған. Сол ауданға қарасты тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын маманы 10-15 минуттың ішінде көрсетілген жерге баруы тиіс. Апатты жағдайларды тіркеу қызметінің жұмысын қауымдастық толығымен өз қадағалайтын болады. Әзірге бұл қызметтің көмегіне елорданың 4 тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жүгініп отыр. Коммуналдық қызметтердің ішкі жұмысын толық жария етуге дайын болмауы статистиканы өсіруге кедергі болуда дейді қауымдастық басшылығы. Это и внутренние документы. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылықтары ішкі есеп қисаптарын, құжаттарын жариялағысы жоқ. Біздің порталға қосылу үшін бұл басты талап. Сонымен қатар көптеген ірі басқарушы компаниялар қағазбастылықтан әлі күнге дейін құтыла алмай отыр. Олар өздеріне бар мәліметті электронда емес, қағазға жазылған күйінде әкеледі. Міне осындай факторлар кейде жұмысқа кедергі болып жатады. Екпіні басылмайтын жел жылдамдығын энергияға айналдыру тек жел станциялары арқылы ғана мүмкін. Қазір елімізде бірнеше шетелдік компаниялар өз өкілдіктерін ашып, сол қондырғыларды сату бойынша жұмыстар жүргізуде. Кәсіпкер Владимир Сапко бүгінде қондырғыларға агрофирмалардың қызығушылық танытып жатқанын айтуда. Бизнесмен елімізде де станциялардың тым болмағанда құрамдас бөліктерін шығару керектігін алға тартуда. Себебі қондырғының толық логистикасы бағаны айтарлықтай еселейді. Если бы, допустим, здесь производилось хотя бы даже... Егер осы жақта тым болмағанда мұнараның өзі шығарылатын болса, әлде қайда жеңіл болар еді. Сонда өнімнің бағасы да төмендейтін еді. Себебі оны алып келумен орнатуға кететін шығындарды әркімнің қалтасы көтере бермейді. Қазір біз тіпті бұрын қолданыста болған қондырғыларды сатудамыз. Мысалы 750 киловаттық жел станциясы өзі бағасын 3 жылда ақтап шығады. Ал жаңа генератор 5,5 жылда кеткен шығынды қайтарады. Біз дистрибьюторлық компания ретінде жел энергетикасын дамытудағы жұмыстың басы қасында болғымыз келеді. Әрине жұмыс сапалы болу үшін өзіміздің мамандарымызды да тартамыз мұнда. Жел қондырғыларын көбіне орнату үшін 50 метрден артық биіктікті еңсере алатын крандар керек. Әзірге Қазақстанда олар екеу-ақ, дегенмен осы мәселелерді біз біртіндеп шешеміз деп ойлаймын. Студиямызға келіп түскен жаңалықтар легі осымен тәмам. Мен өздеріңізбен келесі эфирге дейін қоштасамын. Сау болыңыздар.